үлкен шаңырағымыз. Маған ең ұнайтыны ол менің машинам. Кухонная, не деп айтады, посудомойка. Мен айқайлап отырамын, потому что микрофон тұр. Микрофонға маған күнде таңертең де кешке де айқайлау керек. Бұл кісі маған поддержка береді. Түсіре бер. $162 шығып тұр. Айна. Бұл айна емес. 17 күнде шығарғаным. Максимальный тапқан ақша ютубта қанша? 3 миллион. Бір айда. Ассалаумағалейкумдер. Достар, мынаны қара уже сәлем беріп жатыр. Күшті бол. Достар, сәлем. Бүгін бізде жаңа рубрика қонақтамыз деп. Бүгін біздер Даулет Балабай, Камшат Орынбасарының үйіндеміз. Қазір рум-тур болады. Бұлар ерекше пара. Биыл ғана отау құрған, тамыз айында да. Екеуі де TikTok жұлдыздары. Бұл біздің үлкен шаңырағымыз. Қамыш екеуміз осы келген кезде отау құрып үлкен шаңыраққа келдік. Бұл түгелдей дизайнерлік жұмыс. Барлығы расчетпен істелген. Біріншіден кім дизайнер? Дизайнер бізде Сәуле Халиловна. Дизали. Оны танимын, мен танимын. Сәуле Халиловна бәрі біледі ол. Конечно. Итальяндық интерьер. Да, бұл, я так скажу, это не дешевый дизайнер. Да. Бізде соның барлығын расчетпен, маған барлығын берген кезде мен өзім прям сразу жаңып кеттім. Ну, типа, было очень интересно. Да, конечно, когда уже. Ты конкретно принимал участие здесь, да? Да. Сол жұмыста, сол ремонтта. Конечно. Камшат, сен дайнигі келдің. Мен дайнигі. Хорошо. Так, мынау сіздерде прихожка, да? Прихожка. Бұның артында біздер көп заттар тығып қойдық негізі. Бұл бізде мынақта пеш бар. Удобство, да. Это, как это называется? Газовый плиты, ну, в общем, нет. Халым? Котел. Правильно. Прошу прощения, если не знаю. Газовый котел мында, короче. Бұл котеліміз тұратын жер. Бұны отдельно сразу айтып кетті, то, что шкафтың артына тұрады деп. Көрініп тұрмасын, адам жүретін жерде тұрмасын. Жалпы негізі күшті екен, что именно в шкафу, как будто бы там этот шкаф шынымен. Ал здесь у нас бізде аяқ киімдер, бүкіл заттардың барлығы осы жерде саламыз. Енді Понятно, ладно, кеттік дальше. Так, кіріңіздер. Бұл бізде холл, кішкене кеңінен жасап қойды. Әрбір этажға бізде автомат қойып кетті. Сендерде мұнда неше этаж? Бізде бұнда 3 этаж негізі, и подвалды қосқан кезде 4-ші этаж. 4 этаж. Мынау таунхаустар. Мынау шығыс 2-де орналасқан таунхаустар. Я так, когда приехал, келген кезде, мен таңғалып кеттім, мына қаншама мынау мини-городок болып кетті мына жерде. Да. Как будто басқа ел сияқты вообще. Так, интересно. Бірінші қабатта қанша квадрат? Бірінші қабатта бізде 86 квадрат. Так, 86 емес, 72 квадрат. Общий қосқан кезде 280 квадрат шығып тұр бізде. Полностью. Подвалмен бірге 280 квадрат. Примерно сонда каждый этажға есептеу керек. Общий. Мынау сонда зал. Бұл бізде, гостевой светін қосайын. Да, светін қос, сразу көрсет. Бұл бізде зал, бұл бізде гостевой. Бұны да біз под заказ жасаттық. Россияда, Москвадан, потому что біз дизайнер айтты. Егер де сендер менің осы үйді жасағанымды, атымды айтқыларың келсе, онда менің айтқан заттарым істейсіңдер деді. Сразу Сәуле Халиловна изначально бізге сондай қойды. И соның барлығын айтқанымен жасадық. Фотобой, да? Да, фотобой, футаж деп айтамын екен, фотобой дейді, әйтеуір соны Москвадан жасатқыздық. Осына арнайы. Негізі фотобойлар қайтып мода шығып бастады. Кстати, раньше 90-е года это было. Потом қойды жоқ болып кетті, енді қайтып шығып бастап жатыр фотобойлар. Вот, басқа жаңа жылға дайындалып жатырық. Бізде санузел, кстати, бізде 3 этажда бар санузел. Уборная? Да, уборная. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. 3 жақта да бар бізде. Чисто гостевой мынау қараңдар. Әзірше айна алған жоқпыз, ренжімеңіздер. Ничего. Бір жағы женский, бір жағы мужской. Сендер как в клипе можете вдвоем так подходить и чистить зубы, да? Тех заттардың барлығы артында тұр. Каждый этажда дәл сол орналасқан. Күшті ашылады екен анау, да? Да, интересно. Все хорошо. Короче, мынау бірінші этаж.
Менің комнатама қош келдіңіздер. Кеттік кірейік, да. Мынау кухня. Кухня только на первом этаже, басқа этажы жоқ қой. Да? Не айтамын бұл туралы? Кухня, өте әдемі кухня, маған именно несі ұнайды? Түсі, цвет. Цвет кухни. И самое хорошее... Ау? Мына жерде свет жанады екен. Подсветкасы бар, да? Подсветкасы бар, иә. Ұмытып кетсем, мен жаңадан келген соң көп қай жерде не бар екенін білмеймін, но маған ең ұнайтыны ол менің машинам. Кухня не деп айтады? Посудомойка. Именно оның несі, вот осы шнурын айтып, в общем, любой жерге шаша беремін да, жинақтай салам. И то, что Давлету нравится, и мне, и это стакан действительно жуатын. Сразу жуа аласың осылай. Болды. Қызықтың бәрі. Посудомоечный машина бар ма жалпы? Жалпы орны бар, но енді қоямыз. Әлі толықтай кейбір нәрселерді үлгерген жоқ салып. Бізде негізі жалпы Маңғыстауда алады, қояды. Бірақ пайдаланбайды. Иә, солай. Солай. Біздің келіндер сами как посудомоечный машина алып кетеді. Не знаю. Өзіміз жуған жақсы. Керек емес деп ойлаймын посудомойка. Это, наверное, уже через год, через два вы начнете пользоваться. Так, мынау холодильник встроенный. Ашып қарасақ болады, да? Бәрі бар? Нет, нормально, бәрі жақсы. Самый этот нужные вещи нужны. Кстати, мына келген кезде бізге сразу дастархан дайындап қойған Камшат. Мына қараңыз. Компания Ice, көрдіңдер ғой, да? Они поддерживают мой ремонт тоже. Дұрыс, молодцы. Мында қанша квадрат? Квадратын точно айта алмаймын, потому что это давно, біз 5 лет назад начали. Мен общий квадратын білемін, то что 286 квадрат екен. Сейчас уже давно. Ремонтты 5 жыл істеватсыңдар, да? 5 жыл бітірдік, 5 жыл. Ол үйленбесе бітпейтін еді. Рахмет айтсын. Бітпейтін еді, это все. Үйленбесе бітірдік. Максимально. Молодцы. Камшатқа көп рахмет. Да, Камшатқа рахмет айтсе, қаладым. Вы, наверное, список составляете. Камшат, давай сен артында. Анау келсе, сен артында. Сразу технично айтып жүрдім ғой. Нені алып келесің, ананы алып келесің, мынаны алып келесің. Так, кеттік екінші этажға. Так, мынау уже екінші этаж, да? Бізде лестница. Бұл қызығын айтайын ба сізге? Иә. Бұл жатқан лестница, бұл менің 40-тығым, Toyota Camry. Полностью. Мынау. Да, с 3-го этажа до 0-го. Это прям мен 40-тығым сатып, осын салдырдым. Примерно бағасы бір 6 миллион теңге. Жоқ, онда емес, біз еще года так 3 назад продал. Тем более проблемами. Это 4 миллиона. 4 миллион. Да, 4 миллион. Осы лестницаға? 3 миллионның үсті кетті, ну үстінде қалды кішкене. Да. Жалпы 3 миллион кетті. 3 миллион точно кетті. Точно. Каждый этаж 1 миллион десің. Да. Да? Да, туп бағашы. Сол кездегі бағасын көрдір ғой. Мы думали, это ең арзандауы шығатын осы лестница деп ойладық, бірақ оказывается лестница өте қымбат екен. Лестница қымбат зат, много у нас. Лестница, площадка көп болғаннан кейін сондай қымбат болып кетті. Кеттік, екінші этажға кірейік. Ата-аналарымыздың комнатасы. Ішінде пока ештеңе жоқ, әлі ештеңе салып үлгерген жоқпыз. Енді саламыз барлық заттарды. Былай кішігірім мебельдер кіргізіп қойдық ішіне. Бұл жақта папамыздың, мамамыздың, әжеміздің жататын жері. Целом бірінші этажда бізде ешкім жоқ. Мынау тоже, мынау зал сияқты, да? Зал сияқты кішігірім, иә. Так, бізде гардероб, родительский гардероб. Это чисто родительский? Да, родительский гардероб біздің неміз емес, бізде жоғарыда гардеробтың барлығы. Күшті, маған ұнайды осы. Гардероб отдельно бөлме болып тұрған ұнайды. Жақсы. Отдельно кіресің, киініп алдым да, шығып кеттің деп, да? Мынау прям дизайнерский көрдіңдер ма? Такой цвет красивый, күшті. В целом мына ваннаны, да, прям кіргізген кезде қиын болды, потому что былай алып келдік те, енді былай кіргізейін десек, бір где-то 2 сантиметрге ма ваннамыз ұзындау екен. Потом ана жағын қажау керек болды. И қажаттырдық, екі жағын, и осылай кіргіздік. Еще мына жер проблема. Вот отсюда надо было как-то наверх поднять. Көтеріп, проблемасы көп болды прям салудың. Пока что айна жоқ. Көп жерде айна жоқ. Тоғы, ледпен, ана немен, светпен айна. В целом дизайн ұнайды маған. Осы жердің. Мына жер стиральный машинкасы бар. Стиральный машина бар. У вас вообще стиралка только здесь? Осы жерде пока что. Негізі бірінші этажға да қойғымыз келеді. Жақын арада. Орны бар. Жалпы отдельный прачечный жоқ. Отдельный прачечный жоқ, иә. Қазір мода болып кетті, отдельный прачечный деп. Бізде 3-ші этаж. Мына жерге бұйырса ертең кондиционер қойылу керек. Да, кондиционердің орны. Пока жатыр. Мен ертең ұрсат шығармаған. Біздің дизайнер.
Потому что мыналар өйстіп жатыр ғой енді. Ертең ұрсатта неге көрсетіп жатсың аның барлығын? Ну ничего, кешіріңіз, алдыма раз кешірім сұраймын. Неге білесіңдер ма? Күшті фигурный бәрі апарып қойды. 3 этажда туда-сюда жүріп, конечно. Физкультура керек жоқ мына жақта сразу уже. Сразу жүгіреміз. Так, қаяқтан бастаймыз енді? Сен комнатыңнан ба или менің комнатымнан ба? Жүр сенікін. Да, менікінен бастайық, хорошо. У тебя петлички есть? Менің любимый, ең жақсы көретін өзімнің творческий жерім бар. Ол менің студиям. Сразу. Иә. Сенікін барлығын басайын. Так, бұл менің студиям. Студияма арналған жер. Бірақ камыштың артынан келген заттар. Оны көбісі біледі ғой, Даулет Балабайдың негізі псевдонимі бар ютубта, Майк Миллер деген. Өзі стрим жүргізеді, ойындарды жүргізеді. Мына соның студиясы, соның кабинеті. Осы жерде, да, здесь? Да, здесь бүкіл шығып жатқан видеолардың барлығын осы жерде отырып жасаймын. Бұл менің компьютерім, машинам в целом. Компьютер демеймін, машина деймін, потому что я вот собирал это в течение 5 лет тоже. Вообще барлық қымбат зат шығар, да? Иә, компьютер қымбат. Компьютердің өзіне былай алсақ, мына жерде 2,5 миллион шықты. Осылайынан. Осы оборудованиелерімен ішіндегі... 2 этаждың лестницасы сол? Ну, да, кстати, 2,5 жүзет. 2 миллионның үстіне кетіп қалып. Майк Миллердің өзінің подписчиктері бар, вообще өзінің фанаттары бар. Бұл кезінде подросток болған, да, олар? Иә. Қазір өсіп, уже они взрослые люди, и все его узнают. Я же на тебе вырос дейді ол көбісі. Сосын ана бір рет Камшат тікелей эфирге шыққан кезде все прям затроллили, да? Айтады, бар, жібер, сен түспе, көрсет, бізге Майк Миллерді көрсет дейді. Жынданады соған, жаман жынданады. Ну ничего. Ну вот, сондай да, так сказать, өнері бар екен. Молодец. Мұнда не бар? Шолпан Түспекованың кітабы бар. Обязательно соны көрсетемін деп тұратын бүгін. Вот, кнопка енді 100 000 жазылушыға жеттім. 2018 жылы сол кезде YouTube кнопкамды алған болатын. Ол біраз көшкеннен кейін, әр жерде жүргеннен кейін сыртынан да болып қалды. Кішкене жырылып, ну ничего. Қазір сенде қанша подписчигің бар? Қазір 250 000, бірақ новыйдан баставатын басқа YouTube каналым. Хочу прям басынан бастап, дұрыстап, четко бастағым келіп тұр. А там же когда-то андай әртүрлі заттар түсіріп сөйтіп жүрдім ғой. Сейчас прям чисто игровой с нуля бастадым, 20 000-ға жетіп жатырмын, қазір подписчигім. А чё неге анау? Ананы не істедің енді? Бір рет ол каналымды ұрлап кетті ғой менің. Солай ма? Из Швейцариядан. Что странно, Швейцарияның адамы менің каналымды ұрлады. Полностью поменял название, түгел затты өзгертіп, алып кетті. Бір ай бойы мен күрестім. YouTube'тың поддержкасына жазып, бір айдан кейін қайтып алдым. Бірақ қайтып алдым. Бірақ уже желание болмай қалды, бір айдан кейін, потому что теневой бан бар YouTube'та. И мен теневой банға жіберді. После этого что-то желание пропало. Сол каналда жұмыс жасауға. Иә. Біраз түсірмей кетті. Біраз уақытта депрессияға кетіп қалдым. Депрессияда жүр. Анау, сосын просто сені көр. Да, ғашық болып. Вдохновился по-новому и вот қайтадан түсіріп бастап. Кстати, келіншегіме отдельно рахмет айтқым келеді бұл жағдайда, потому что компьютерге отыратын адамды вряд ли барлығы жақсы көреді үйде. Мен айқайлап отырамын, потому что микрофон тұр. Микрофонға маған күнде таңертең де кешке де айқайлау керек. Бұл кісі маған поддержка береді да. Түсіре бер. Ұйықтамайды. Ұйықтамаймын, кстати. Да? Таңғы 5-ге дейін жұмыс жасаймын. 2 сағат ұйықтаса салады. 5-ге дейін жұмыс жасаймын, 9-да тұрып қайтып кетемін ғой басқа жұмыстарға. Жұрттар күйеулерін сыртта жүріп не істемесе көрмесе, үйде жүріп көрмеймін. Да, мен на комнатты есіп жауамын и все. Ой, молодец, давайте, Камшат, поаплодируем. Честно, айтшы, пожалуйста, бізге шындығынан. На YouTube саған пайда әкеліп жатыр ма? Иә, көп адам сұрайтын сол ғой, лайк пен комментарийге ақша бере ма деген тема. Әлі күнге дейін бар үлкен адамдардан. Мне кажется... Ну, Камшат та білсін. Камшат та біледі. Біледі. Қазір YouTube'та... Мен әлі түсініп жатқан жоқпын. Мынау да YouTube'қа түсіріп жатқан зат, бірақ мен оны түсініп жатырмын. Вообще, ішіне беріп жатқан жоқ, әкеліп жатқан жоқ. Давайте так, көп адам енді бүйтеді ғой, мен көп адамға вообще айтпаймын. Про то, как вообще қаяқтан зарплата келіп жатқан. Көп адам білмейді. Былай жасайық, я просто зайду YouTube'қа, новый каналыма, 20 000 жазылушысы бар каналыма, стабильно айына шығатын зарплатаны мен сіздерге көрсетейін. Әзірше біздің ЦП-мен. Да, еще әлі ай біткен жоқ. Сол үшін, міне, $162 шығып тұр. Айна? Бұл айна емес, 17 күнде шығарғаным. 17 күнде? 17 күнде. Енді тағы 13 күнде мен тағы $150 жасасам, $300 үстіне шығады. В целом айына 150 000 теңге шығаруға болады. Чисто YouTube. Минимум. Просто YouTube. Еще был новый канал. Да. Был новый канал еще. Без рекламы, без ничего. Максимально тапқан ақша YouTube'да қанша? 3 миллион бір айда.
Он мне, да, когда это сказал, я была в шоке, честно. Ана идея көп фрески, жаңағы нелерді, это все его деньги, сол ақшадан ютуб берген. В целом сразу былай айтайын, бұл үйді біздер 17 миллион теңге сатып алдық. 2017 жылы 17 миллионға өте арзан бағаға, да, арзан бағаға сатып алдық. Одан кейін черновой ғой. Түгел суын, тоғын жүргізу үшін ремонтты бітіруге біз полностью где-то 50 миллион үсті шығып кетті. И мен полную сумманы жаттым деп айта алмаймын, но в какой-то степени я помогал хотя бы половину, жартысына дейін көмектестім шамам келгенше. Вот, и бір қызық жер. Біз тиктокқа видео саламыз ғой. Адамдардың барлығы мына терезені түсінбейді. Потому что біздер мына жерден түсіреміз да. И мынау не дейді вообще, что, не мынау дейді да. Но біздің дизайнеріміздің жасаған жұмысы отдельный жерге терезе қойып қойды, чтобы свет кіру үшін. Студияға побольше света. Ананы ашамыз. Комментарийді қарасаңыздар. И сосын мынаны көреді айтады, либо вы большие, либо ваш дом маленький дейді да. Мына жерлер мансартты көріп. Или вы мансартты тұрасыздар ма дейді ма? Вот, мына жерді қызық көреді барлығы. Мына тереземен мына терезені түсінбейді да. Как будто ар жақтан түсірген кезде мынау былай емес, былай кетіп жатқан зат сияқты да. Қалай түспей тұр дейді да, штор қалай түспей тұру деген темалар көп. Мына жерге ана солардың билеген видеоларын салып қоямыз. Если сразу айтып қоямын мына жерге. Комментарийді салып қояды. Комментарийдің жартысы осы что. Кеттік ары қарай. Бұл біздің личный комнатымыз. Сен енді болады ғой да кіруге, жалпы көбісі кіргізбейді дейсің ба? Типа болмайды, ты че, біздің бөлме ғой дейді, біздің спальнямыз ғой дейді. Солай, бірақ енді біз кіргіземіз. Максимально минимализммен жасалған, мебель көп, мен жақсы көретіндей. И цветін менің цвет настроениеме байланысты жасатынан барлығын. Мынау сондай цвет. Маған айттық, саған қандай цветтер ұнайды? Мен 2 цветті айттым, соған байланысты 3-ші полностью жасадым. Сонда қандай 2 цвет? Мен қоңыр цветті айттым и оранжевый цветті айттым, қателеспесем иә. Соған байланысты қылып жасатты осының барлығын. Темный, темноватый, да? Сондай цветтермен жасатты. Мен келдім да, оны девчачий. Иә, бұл девчачий, ол жұрт бүкіл комнатадан андай өтті, и мен мына жақтан шығып кеттім, автоматически ар жаққа қарай. Енді ар жақты басқаша қылып жасау керек. В целом, комната осы. Ар жаққа жүрсеңіздер гардероб бар. Жүр қарай гардеробты. Біздің өзіміздің гардеробымыз. Иә, так бұл біздің гардероб. Өзіміз жақсы көретін жеріміз. Күшті гардероб. Сен айтасың енді бұл жерде. Сен ғой жинайтын сен, көретін сен. Мен часто тек мына жердің затымды аламын, шашып кетемін. Кетіп боламын. Біздер әлі енді обустраиваемся. Көп вешалкалар бірдей емес, көріп тұрғандай әртүрлі. Камшаттың ұлттық киімдері көп екен мұнда. Кстати, покажи ұлттық киімдерді. Өте көп бұл кісілер. Ұлттық киім. Опа. Оның бірі бар. Маған қатты ұнайтын. О, әдемі, күшті. Неңін көрсетші. Ақ күштің бар ғой. Ол ақты мен дейтін. Мне нравится, балабай біліп тұр, да, сол киім бар ғой. Менің любимый тәжік киім. Коллега бар еді, оны химчистка берсем, соны айтып тұр ғой. Иә. Ношақтық. Иә, ношақтық. В основном сөйтіп тіктіртеміз. Осындай пиджактар. Көп в общем. Бізде Маңғыстауда келген қонақтардың бәрі таңғалады. Айдар, сендердегі просто так ұлттық киімдерді киіп жүреді халық. Я говорю, біз сендер мысалы наурыз күні кисеңдер, біздер постоянно киіп жүреміз деп. Тойда да киіп жүреміз, қонаққа барған кезде де киіп жүреміз. Тәжік кийлер, в основном. Көп, өте көп. Енді мен атыраулық жерге шыққаннан кейін көп кие бермеймін. Қазақстанда бір кие. Атырау туылған көп білмейді ғой. А сенде в основном такой оверсайз, да? Оверсайз, жоқ, қазір жоқ. Кстати, мен үйленгеннен кейін кәмжет мынандай киімдерге киіндіріп бастады мені. Міне, көйлек, в целом көйлек. Қазір оверсайздан чуть алыстадым. Вот, киімге қарасаңыз. Так оны қарасаң, постоянно андай футбол, джинсы мынандай бар ғой. Ешкім жүреді, бейсбол кібет жүреді. Жас бала стай алу, жас бала. Жас бала успеешь әлі? Да. Кішігірім біздің гардероб осы. Күшті гардероб. А что это, андай, анау, не делали, да? Соны жасаған жоқпыз. Ашық тұрсын деп, чтобы было все удобно. Дұрыс. Сейчас я көбісі сөйтіп ашық сылады. Шашылған сразу көрініп қалады. Бірақ сол жағынан шашылған көрініп қалмаса. Шынап тұру керек та постоянно. Мен шашам, сразу айтам, мен шашуды жақсы көрем. Потому что мен настроение бойынша киінем, могу вот отсюда снизу взять и просто тартып қалуым мүмкін да, и потом тықып кетуі мүмкін обратно. Мысалы, бір жерге қонаққа барған кезде долго занимает время одеться? Нет, кстати,
Менен үйдегі ең көп дайындалатын адам осы кісі. Өте ұйқыдан тұрып шашы бір, не знаю, 25 минут алатын шығар. Точно, шашы 25 минут алатын. Шашқа мен берем қатты. Киімі, өте көп. Ну, енді Балабай бізде ол кезде такой один из симпатичный жігіт қой, енді симпатичный жігіт. Өзіне қарап қойған, бүйтіп қарайды постоянно. А так, ревность деген жоқ па? Қызғанып? Жоқ деп вот үндемейді, үйде 3-4 күн жүреді. Не уверен деп. Ну, тем более он популярный жігіт. Ондай жағынан жоқ. Я знаю, он только меня любит. Қайда барады? Все. Алдында предложение жасаған кезде вообще күшті болды. Қай жерде болды? Грузияда. Грузияда. На этом теңізде прям күшті предложение жасап. Вообще, Камшат, сен біліп жүрдің ба, что он собирается тебе делать предложение? Енді ол кезде всего лишь 2 ай ма? Я вообще менде негізі за вами следил. И я думал, ну так вы несерьезно отношение шығар деп. Ешкім ол кезде білген де жоқ нақты біздің жүріп жатқанымыз. Я тоже бүйтіп ойланып жүрдім, енді қалай болады екен деп. Ну, вот так вот Алла тағала сөйтіп бізді не істеп тұрған. Решился за 2 месяца. За 2 месяца. Жоқ, жүргенімізде 1 айдан кейін мен сразу кольцо іздеп бастадым. Дұрысын да, который я вот ойладым, осы Шарасат деген кольцоны 1 ай орны уже алдым, 1,5 айдан кейін жүріп бастағаннан кейін. И сақтап жүрдім. Потом Серік Сариевке айттым, ағай, мен уже болды кольцо алып қойдым. Только Серік Сариев знал. А как вот, почему ты решился? У тебя есть друг, есть деген. Да, кстати, я... Соған да айттым ба? Оған да, потом айттым, бірақ бірінші сразу алған. Кстати, потом айттым деп қоям. Мен үйленетін ескі білет, кстати, какой я природадан қандай екенімді. Мен өзімді больше семьянин ретінде көрем. Всегда. И вот, мен сразу ескі айттым, я на серьезных намерениях хочу жениться дедім. Потом кольцоны бірге алдық ескімен, бірақ одан кейін тек білген адам Серік Сариев болды. Біздің коллегаларымызда ешкім білген жоқ, что мы встречаемся даже. Даже никто не знает. Коллегаларымыздан да ешкім. Жүріп атқанымызда білмейді ешкім. Кездесіп жүргенімізде. Кейбіреулері біліп шок болды. Да. Все на месте узнали. Ты когда сделал предложение айтқан кезде, там қасындағы подружкалар даже білмеген, да? Деп отыр, что деп та? Вообще. Что такое деп? Странно. Пранк емес па деп. Кстати, кім саған пранк па деп сұраған? Көп адамдар бұған жазып, типа пранк қой. Он же молодой дейді да, маған қарап, я же наверсайсақ всегда. Ана жерде бір күлкілі момент бар, мен сразу айтқан кольцо, құмаш деп айтқан, сол хит болып кетті, я. Құмаш деген ба? Құмаш деп айттым, бүйтіп қарады да. Құмаш деп айттым, сол. Это чисто маңғыстауский жаргон ғой. Құмаш енді, что такое деген сияқты. Сол сөз мынандай не болып кетті да, хит болып кетті да, бәрі құмаш дегенде, неге бүйтіп айтасың деп та. Солай үйленіп кетті. Жерді шығайық. Это ваш санузел, да? Санузел, я. Как всегда, айна жоқ қой. 4 жыл бұрын бұл идея создаваться етіп отқан кезде мен үйленем деп айтқан жоқпын ол кісіге. Мен под себя ғой барлығын. Мен осындайды хочу, там темный хочу, ананы андай болғанды хочу деп айттым да. А одан кейін бұл кісі келген кезде барлығы чисто мужской болып тұрды да. Холостяцкий болып тұрды. Холостяцкий болып айтады. Так, мына жер почему так мынандай болып тұр? Маған так мынау деп сөйтіп бастады да, и содан кейін походу через года неше жылдан кейін басты бірдеме өзгерту керек қой уже. Бұл кісі өзгертетін сияқты ертең. Опасно. Уже потихоньку привыкает, уже привыкли. Да. Вот, біздің санузел. Күшті әдемі. Қара, вот это вот душевая, вот, да, сверху она внутри, да, спрятана? Да, ішінде барлығын ішіне тістеп кеттік. Достар, бұл турбатта Даулет Камшат сізге көп рахмет. Үйіңіз кең, күшті, махаббаттың сезімі білініп тұр. Дұрыс айттым ба? Дұрыс. Көріп, мен жайлап қазақша сөйлеп вообще қазақша четкий ма? Четкий міне. Сендер ғой қазақша сөйле деп міне қазақша бер. Полностью рум тұр қазақша болды бүгін. Балдарыңыз көп болсын, миллионник болыңдар, профессиональный стример, миллионер бол. Чтобы келесі рет келгенде, жоқ қанша жинадым? Бір айдың ішінде бір 10 миллиондай жинап қалдым деп. Көрістік.
Сол, можете теперь меня поблагодарить. Сізге рахмет деп. В целом сізге рахмет айта береміз. Себебі сериалда да бізге путеводитель болдыңыз, мұғалім болдыңыз көп жерде. И бүгінгі сіздің арнаңызға қонаққа шақырғаныңызға рахмет. Біздің үйімізді көрсете алғаныңызға рахмет сізге. В целом сізге де рахмет айтамыз. Көбісі подписчиктерге қызық болды. Именно ваша семейная жизнь. Не болды екен, қалай болып жатыр екен. Мыналар, как говорится, 2 хореографа, 2 танцора. Мы все рассказали. Бәрін айтып болдық, қалай приглашение жасаған. Өте қызықты выпуск болатын шығар деп ойлаймын. Сөйтіп не істейміз. Все, рахмет.